Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Есімбекова Майра, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін наурыз көже дайындайтын боламыз. Наурыз құтты болсын, ағайын. Бізге керегі ет, сүрленген ет, қазы, осындай арпа, бидай, ақ жүгері, сары жүгері керек болады, және қатық немесе құртты осылай суға салып қойсаңыздар болады. Алдын ала осылай суымызға бұқтырып аламыз бидайларымызды. Одан кейін ыдысымызға су құйып, етімізді, қазымызды салып қайнатамыз. Етіміз қайнап жатқан кезде қамырымызды илеп қоямыз. Тұзды суымызға ұн салып, електен елеп, керегінше ұн салып, осындай қатты қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, тындырып қоямыз. Міне осындай әдемі жұмсақ қамыр болды. Етіміз қайнаған кезде көбігін осылай алып тастаймыз. Көбігін алып, жақсылап қайнатамыз. Етіміз жылқының еті болғандықтан ұзақ піседі. Осы етіміз қайнап жатқан кезде тұз салуды ұмытпаңыздар. Етімізді сүзіп аламыз. Піскеннен кейін қамырымызды жайып, лапша өткізетін жаңағы лапша резкаларыңыздан өткізсеңіз жақсы болады. Менде лапша резка болмағаннан кейін қолмен кесіп дайындап қойдым. Ал осы кезде етімізді сүзіп алғаннан кейін картоп, арпа, бидай, жүгерлерді салып пісіреміз. Бұл жерде суда бұғып тұрғаннан кейін алдын ала жартылай пісіп тұр. Сол үшін сорпаға салып, бір 30 минуттай жақсылап тағы да дайын болғанға дейін пісіреміз. Сол кезде сорпаның дәмі бидайларымызға, арпаларымызға дәм беріп, бір-біріне сіңіп әдемі болады. Қамырымызды осылай жұқалап жайып, 4 бұрыштап кесіп қоямыз. Осы сорпамызға салғанның бәрі толықтай піскеннен кейін қамырымызды салып араластырамыз. Осылай әдемі болып піседі. Жұмсақ болады. Қамырымыз піскеннен кейін жаңағы сүзіп алған етімізді турап дайындап қойдық. Соны салып 5 минуттай тағы да қайнатамыз. Қазымызды бөлек турап алып, артынша қазір салса да болады, немесе әр кісінің табағына осылай үстіне қойып берсеңіздер де болады. Қатықты әрқайсысы, әр адам өзі керегінше салып, қосып, осындай қою әдемі көжені міне осындай дайын болды. Осыны әдемелеп қатығымызды, айранымызды, немесе жібітіп қойған құртымызды салып ішсеңіздер болады. Бұл өте дәмді наурыз көже. Ас болсын, сіздермен болған Майра.